Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбын анықтау үшін суреттерге назар аударыңдар. Ребята, чтобы определить тему нашего сегодняшнего урока, посмотрите на картинки, кого вы видите, знакомы ли они для вас, вам, что вы можете о них сказать. Ал енді сабағымыздың тақырыбы әрине біз бүгін сабақта қазақ әндері туралы айтамыз. Сегодня на уроке мы будем говорить о казахских песнях. Маған қазақ әндері ұнайды. Сабақтың тақырыбы. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау. Бағалау критерийі үйренген сөздерді қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіреді. Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасайды. Алдымен оқушылар жаңа сөздерге назар аударыңдар. Ребята, обратите внимание на новые слова, которые вам нужны будут сегодня на уроке. Мура – наследие, қошемет – аплодисменты, осы уақытқа дейін до сих пор, көңіл күйі – настроение, сезім – чувство. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырамыз. С новыми словами постараемся составить словосочетание, предложение, и новые слова запишите в словарь. Мәтінмен жұмыс. 88-ші бетте 4-ші тапсырма мәтінді оқып, түсінгенді баяндаймыз. Және тапсырма мәтін бойынша тапсырманы орындаймыз. На странице 88, упражнение 4, работаем с текстом. Ән – халықтың мұрасы. Ән – өнер. Ән – адамның көңіл күйі, қуанышы, сезімі. Менің ұлтым орыс. Маған қазақ әндері ұнайды. Менің анам қазақша әндерді жақсы айтады. Мен де анаммен қосылып ән айтамын. Мен Атамекен әнін жақсы көремін. Ол патриоттық ән. Атамекен туған жерге арналған ән. Бұл ән 1970 жылы жазылған. Атамекен әнін Қазақстан Республикасының халық артисі Ескендір Хасанғалиев орындайды. Ескендір Хасанғалиев шетелде жүрген кезде Қазақстанды сағынады. Атамекен туралы ән жазады. Әннің сөзін ақын Қадыр Мырза әлі жазған. Атамекен әнін халық жақсы көреді. Бұл әнді Ескендір Хасанғалиев айтқан кезде халық орнынан тұрып бірге айтады. 1970 жылы Ескендір Хасанғалиев Швеция елінде осы әнді айтады. Стокгольм қаласының адамдары Атамекен әнін айтқан Ескендір Хасанғалиевке үлкен қошемет көрсетеді. Қазіргі кезде бұл әнді бәрі айтады. Атамекен Қазақстан халқы сүйіп тыңдайтын ән. Өйткені Қазақстан бәріміздің ортақ Атамекеніміз. Сен Атамекен әнін білесің бе? Кел қосылып айтайық. Оқушылар, мәтінді оқып шықтық, енді бірге әнді айтып көрейік. Ребята, мы познакомились с текстом. Давайте теперь вместе споем эту песню. Ссылка бойынша мәтінді тыңдаймыз. По ссылке переходим и поем песню. Ал енді оқушылар, тапсырмаларға көшеміз. Бірінші тапсырма оқылған мәтін бойынша таныс сөздерді атаңдар. Ребята, первое задание. По прочитанному тексту определите слова, которые для вас знакомы. Екінші тапсырма. Попс формуласы бойынша мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіріңдер. Второе задание по формуле Попс. Выявить свое мнение по тексту
в котором говорится проблема. Затрагивается проблема в тексте. Ребята, напоминаю вам формулу POPS. POPS әдісін еске түсіреміз. Бірінші сөйлем менің ойымша деп басталады. Первое предложение у вас должно начинаться с вашего мнения. Менің ойымша, мое мнение. Второе предложение себебі, потому что. Второе предложение себебі, потому что. Определяйте причину. Үшінші сөйлем мысалы. Третье предложение должно начинаться мысалы, например. То есть приводите пример к своему мнению. Қорыта айтқанда, четвертое предложение, қорыта айтқанда, в заключении, делая вывод. Ребята, обратите внимание на дескриптор этих заданий. Үйренген сөздерді айтасыңдар 1 балл. Дескриптор. Сказали слова, которые вам знакомы, 1 балл. Өз ойын білдірді, выразили свое мнение, 1 балл. Себебін түсіндірді, определили причину, 1 балл. Мысал келтірді, привели пример, 1 балл. Қорытынды жасады, сделали вывод, 1 балл. Келесі тапсырма, оқылған мәтін бойынша мәліметтерді жинақтап постер жасаңдар. По тексту прочитанному собрать информацию, заполнить постер. Ребята, обратите внимание на дескриптор. Дескрипторға назар аударыңдар. Мәлімет жинақтады 2 балл. Собрали информацию 2 балла. Здесь у вас должно получиться 6 предложений. 3 предложения считается за 1 балл. 6 предложений 2 балла. Қатесіз жазасыңдар. Написали без ошибок грамматических 2 балла. Постерді жасады, заполнили постер 1 балл. Жақсы оқушылар, енді сабақты қорытындылаймыз. Сабақты біз Пликерс әдісі бойынша қорытындылаймыз. Ребята, урок мы завершаем. Делаем вывод урока по формуле Пликерс. Ал енді үйге тапсырма жазып алыңдар. Сөздік күнделіктерге үй тапсырмасын жазып алыңдар. Жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова. 87-ші бетте 2-ші тапсырма жазылым дағдысы бойынша орындандар. На странице 87, упражнение 2, написать письменно. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.